Саламатсыз ба? Мен Абдулла Қызманшек, жалпы медицина факультетінің 302 А группа студенті. Бүгінгі біздің практикалық дағдымыздың тақырыбы флакондағы қатты дәрілік затты ампуладағы сұйық дәрілік затпен араластырып инъекцияға дайындау болып табылады. Ол үшін бізге қажетті құрал-жабдықтарды айта кететін болсақ, флакон және ол флаконның жарамдылық мерзіміне және бүтіндігіне, осы инъекцияға арналғандығына көз жеткізіп алуымыз қажет. Одан кейін ампуладағы сұйықтық енгізілген шприц, стерильді пинцет, спиртке малынған мақта тампондары, лоток және де осы инъекция жасауға арналған ине керек, шприцтің басы инесі, яғни және де қалттарды тастауға арналған А және Б классы қажет болып табылады. Бұл дағдыны жасаудағы мақсатымыз бұлшықетке және көктамырға инъекция жасау болып табылады. Ең бірінші қолымызды гигиеналық түрде өңдеп аламыз, одан кейін кептіріп аламыз, одан кейін қолымызға стерильді бір реттік қолданатын перчатканы киіп аламыз. Одан кейін мына флаконды алып, алюминий ашатын жерінен пинцетпен ашамыз. Одан кейін осы жерді, ашылған жерін спиртке малынған мақта тампонымен сүртеміз. Одан кейін инемізді, шприціміздің инесін ашып, қақпағын ашып, осы флаконның тығындысына салып, ішіне ампуладан алынған сұйықтықты жібереміз. Одан кейін шприцімізді инесінен ажыратып, шайқаймыз. Осы флакондағы қатты дәрілік зат осы еру керек әбден. Әбден ергендігіне көз жеткізіп алуымыз қажет. Әбден ергеннен кейін шприцімізді канюлясынан қайтып инесіне кіргізіп аламыз да дәрілік затымызды сорып аламыз шприцтің ішіне керек мөлшерде. Одан кейін инеміздің қақпағын кигіземіз. Одан кейін инеміздің қақпағын алып тастаймыз да стерильді инені алып, яғни инъекция жасауға арналған инені шприцтің басына, канюласына кигіземіз. Және осыдан кейін ауаны біржолата ауаны ішіндегі шприцтің және иненің өткізгіштігінің ашық екендігіне көз жеткізу үшін бір тамшы шыққанша осылай поршенье итереміз. Міне осылайша біздің бүгінгі дағдымыз аяқталды.